Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біз адамзат тарихында өшпес із қалдырған Евразияның жүрегінде дәурен сүрген ұлы мемлекеттер Ляу, Қытан империясы, Чин, Қам қағанаты және Қара Қытайлар туралы сыр шертеміз. Бұл тек жаулап алушылардың тарихы емес, бұл біздің ата-бабаларымыздың түрік өркениетінің асқақтаған кезеңі. Бұл видеода біз үш қағанатты қысқаша салыстырып өтеміз. Ал әр қайсысына келесі бейнелерімізде бөлек тоқталатын боламыз. 10 ғасырда қиыр шығыста Алшын Ашина әулетінен кейінгі саяси өзгерістер кезеңінде жаңа бір алпауыт мемлекет пайда болды. Ол Ляу, Қытан империясы, оның негізін қалаушы еллік Абақшы. Еллік 8 тайпаның басын біріктіріп, қуатты қағанат құрды. Таң әулетінің құлауы мен түркі қағанаттарының әлсіреуі қытандарға тарихи мүмкіндік сыйлады. Осылайша олар ұлы қорғанның арғы жағындағы ұлан-ғайыр кеңістікті өз қолына алды. Көпшілікті бір сұрақ мазалайды. Бүгінгі Қытай атауы қайдан шықты? Тарихи деректерге сүйенсек, Қытай немесе Қытан атауы алғашында түрік тайпаларына ортақ этносаяси атау болған. Қытан сөзі құрлықты билеуші ел деген мағынаны білдірген. Ляу, Қытан империясы ұлы дала өркениетінің алтын өзегі. Бұл бүкіл Евразияға ықпал еткен ұлы дала өркениетінің тарихы. Ляу қағанатының негізгі әскери күші Қият, Қытан, Теле, Оғыз және Қайы сияқты түрік руларынан құралды. Олардың әскері Тынық мұхиттан Түркістанға дейінгі ұлан-ғайыр даланы бақылауда ұстады. Қытан әскері ондық, жүздік, мыңдық жүйеге құрылған. Құрлықта да, теңізде де соғыс жүргізе алатын қуатты күшке айналды. Тілдік және титулдық атаулардың өзі олардың түрік тілді, түрік тайпалар екенін көрсетті. 200 жылдан астам салтанат құрған бұл империя экономикалық жағынан өте қуатты болды. 1115 жылы Қам, Чин әулетінің көтерілісі Ляу империясының құлауына әкелді. Бірақ Қытан ақсүйектері еллік таслы бастағандар батысқа көшу арқылы Қара Қытай қағанатын құрып, ұлы даладағы билікті Шыңғыс хан дәуіріне дейін жалғастырды. Ляу, Қытан империясы қазақ пен түрік тарихының ажырамас бөлігі. Оның мемлекеттік жүйесі, заңдары мен рухани мұрасы кейінгі ұлы дала империяларына негіз болды. Енді Қытай жылнамаларында алтын хандығы атанған Чин немесе Қам қағанатына тоқталайық. Қамдар 1115 жылы Ляу Қытан әулетін аударып тастап, өз қағанатын тіктеді. Қам жұртының тарихы өте терең. Деректер бойынша бұл империяның түп атасы Моғол және өз қоз тайпаларынан бастау алады. Бұл халық сусын аймағын мекендеп, әскери күші 7 баулы түрік этностарынан құралды. Қам империясы қару-жарақ, өндірісі мен сауданың жоғары дамуы және 5 миллиондық қалың қолмен Қара Муран, Хуанхэ бойындағы стратегиялық үстемдігімен әлемдік геосаясатта зор рөл атқарды. Қам атауы түркі тілінде байлық, кен, қазына деген мағына берсе, қытайша Чин, алтын деп аударылған. Яғни бұл атаудың өзі олардың түркілік болмысын аңғартады. Отаршыл тарихнама оларды Мәнжүр тұңғыс деп бұрмалағанымен, шын деректер Қам қағанатының түрік тілді, түрік текті мемлекет болғанын көрсетті. Олар солтүстік Қытайда қуатты әскери саяси жүйе орнатып, ұлы қорғанның бір бөліктерін бақылап, сауда мен шекараны қадағалады. Қол астында Уақ, Оңғыт секілді көптеген түркі тайпалары қызмет етті. Қамдардың күшеюі Қара Қытай қағанаты мен қақтығысқа әкелді.
дәл осы кезеңде Шыңғыс ханның атасы Қабылхан тарих сахнасына шықты. Ол хан билігін мойындамай, Қарағытай әулетін қолдады. Бұл шешім кейін Шыңғыс хан дәуірінде бүкіл түрік дүниесінің бірігуіне негіз қалады. Қам қағанатының құлауына сыртқы жаудан бұрын қатыгездік пен сатқындық себеп болды. Әмбегей ханның азаптап өлтірілуі моғол түріктері мен қамдар арасында бітпес кек туғызды. Шыңғыс хан билікке келген соң бұл қағанатты жойып, оның жері мен халқын Ұлы Түрік Моғол империясына қосты. 1234 жылы Қам қағанаты тарих сахнасынан кетті. Бірақ Қам жұрты жойылған жоқ. Оның құрамындағы көптеген тайпалар кейінгі қазақ халқының негізін қалады. Бұл қағанат біздің мемлекеттік тарихымыздағы маңызды ұмыт қалған бір алтын кезеңі. Егер біз әр қағанатты жеке зерттесек, ресми тарихта айтылмай қалған қаншама олқылықтың ашылары сөзсіз. Бұл мемлекеттерді құрған ұру тайпалар бүгінгі қазақта 300-дің құрамында әлі де сақталып келеді ме? Сіздің ойыңызша, неге бұл мемлекеттердің түркілік негізі тарих беттерінде жиі жасырылады? Пікірлеріңізді төменге жаза кетіңіздер. Ал келесі шығарылымда Қытан Ляу империясына терең үңілеміз. Өйткені бұл мемлекет Шыңғыс хан дәуіріндегі ұлы геосаяси өзгерістердің кілті саналады. Арнаға жазылыңыз, тарихтың көмескі беттерін бірге ашайық.